Елімізде қыркүйек айының 2-ші жексенбісі отбасы күні ретінде тойланады. Соған орай тұңғыш президенттің тарихи-мәдени орталығында қаламыздың Исақов және Садықовтар отбасылары мен отбасы тәрбие тірегі атты кездесу кеш өткізілді. Кеш қонақтары Айтжан Исақов пен Сәбетгүл Садықовалар ұлағатты ұрпақ өсірген Теміртау қаласының ақсақалдар алқасының мүшесі, қаламыздың қоғамдық өміріне белсенді қатысатын құрметті ардагерлер. Айтжан ақсақал еңбек жолын металлургиялық комбинатта бастаған, тәрбиелі ұрпақ өсіріп отырған көпті көріп, көңілге түйгені мол жан. 70-ті еңсерген қарияның әлі күнге спорттан алыстамай, түрлі додаларға қатысып келе жатқанның өзі жастарға үлкен өнеге. Қазақта бір мақал бар. Тоқ не демейді, аш не жемейді дейді. Ашқа да, тоққа да шыдауымыз керек. Қай уақытта болса да бір-бірімізді ұғына білсе, осы жерде ауыз бірлік те бар. Сонда мынау қазақтың керемет шешендердің сөз айтпай ма? Дөренбай шешен. Төбеде алтау тірі болса, ауыздағы алтау келеді дейді. Ауыздан төртеу шығады, төртеу кетеді дейді. Сәбетгүл Бекбосынқызы да көп жылдар қала мектептерінде дәріс жүргізген ұстаз. Өмірлік серігі өмірден ерте озып, 5 ұл қызын өзі жеткізіп, бүгінде немере сүйіп отырған бақытты әже. Кездесу барысында ардагерлер өздерінің еңбек жолдары, жанұядағы тәлім-тәрбие, отбасылық құндылықтарды сақтау жайлы көптеген тағылымды әңгімелермен бөлісті. Демесең шала қазақ Өтті зорға мініп жетеледім, көңілім қалған ау жоқ қиғаш. Кездесу кешіне қаламыздағы Магнитка вокаль тобының мүшелері, Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университетінің студенттері қатысты. Жастар ардагерлердің отбасы бірлігі, ұрпақ тәрбиесі, ұлт келешегіне қатысты тұшымды әңгімелерін қызыға тыңдады. Ардагерлерге сұрақтарын қойып, алғыстарын білдірді. Тағылымды шараны тұңғыш президенттің тарихи-мәдени орталығы басшысының орынбасары Гүлжан Кударинова түйіндеп, қонақтарға алғысын білдіріп, естелік сыйлықтарын табыстады. Өнеріңіз өрге жүрсін, жастарыңыз ұзақ болсын. Осылай сіздер сияқты бізге ақыл айтып, жол сілтеп отыратын ақсақалдарымыз, қарияларымыз көп болсын.